Осы жылдың 9 айында елімізде 1000-нан астам әйел мен 680 балаға қатысты зорлық-зомбылық фактісі тіркелген. Қылмыстың алдын алу үшін қалалық әкімдіктің бастамасымен Нұр-Сұлтан мен Алматыдан қоғамдық ұйымдардың өкілдері келді. Мамандар мектеп педагогтарымен және ата-аналар алқасымен кездесу өткізді. Тілшілерге балаларды зорлық-зомбылықтан қорғау мәселелері бойынша брифинг ұйымдастырылды. Немалчи қоғамдық қорының төрайымы Дина Смаилова мен Уран Республикалық қоғамдық бірлестігінің жетекшісі Файзулла Каменов бұқаралық ақпарат құралдарының өкілдерімен кездесті. Олардың айтуынша, соңғы жылдары елдер мен балаларға қатысты зорлық-зомбылық фактісі 3 есеге азайды. Дегенмен қоғамды ақпараттың ашық жариялануы алаңдатып отыр. Мәселен, Ақтөбедегі 9 жастағы оқушы туралы дерек әлеуметтік желіге кең тарап кеткен. Было слишком много публикаций. Полиция департаментінің ішкі ақпараты кең тарап кеткен. Ол жерде оқушы қыздың мекен жайы мен үйі туралы дерек бар. Мұндай құжат құпия сақталуы тиіс. Қазір зардап шеккен қыз жайында барлығы біліп отыр. Жыныстық зорлық көрген оқушы үшін бұл өте ауыр. Уран Республикалық қоғамдық бірлестігі ұлттық тәрбиені қолға алды. Ұйымның құрылғанына 6 ай толды. Құрамында ұлттық қауіпсіздік комитетінің ардагерлері бар. Жарты жыл ішінде бірлестік Нұр-Сұлтан, Қарағанды, Алматы, Талдықорған қалаларында болып кездесулер өткізген. Мәселен, спорт шебері Азиза Аймакошева 100-ге тарта елге өзін-өзі қорғау әдістерін үйретті. Ақтөбе облысына арнайы келген қоғамдық бірлестік ақпан-наурыз аралығында мектеп оқушыларына тәрбие сағаттарын өткізбек. Бастауыш әскери дайындық өткізетін мұғалімдер, ер адамдарды, физкультурадан сабақ беретін ер адамдар жинап, солармен бірге мынау балаларды ер жігіттер етіп, ешқашан ертең зорлық жасамайтын түнде сол жағдайда сол тәрбиені өзіміздің тәжірибемізбен бөліскіміз келіп жатыр. Кеше 42-ші мектептің ата-аналарымен кездестік. Оларды жағдайды айтып, негізі бұл жағдайда біздің өзіміздің тек қана мемлекет емес, полиция емес, сондықтан ата-аналар мен қоғамның да істеле алмай жатқан біраз іс-шаралары бар сияқты. Соған атсалысып, бұндай болмау үшін біз өзіміздің сондай алдын ала іс-шараларын өткізу үшін осы жерге түсіндіріп, сол үшін келдік. Немалчи кезет қоғамдық қоры 3 жыл бұрын құрылған болатын. Негізгі мақсат зорлық-зомбылық құрбаны болған қыз-келіншектерді қорғау. Осы уақыт аралығында қоғамдық қорға 100-ден астам өтініш келіп түсті. Ерлан Мұхан, Аманжол Айтмағамбетов, Ақтөбе телеарнасы.